Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге әлемге әйгілі болған табада пісетін бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл бәліштің жасалуы өте оңай, ал құрамы қолжетімді. Дәмі болса сондай тәтті. Бұл бәлішті жасау үшін бізге банан керек. Бананды ұсақтап турап аламыз. Асты жабыспайтын табаға құмшекерді видеодағыдай сеуіп аламыз. Кесілген банандарымызды видеода көрсетілгендей қойып шығамыз. Ең қызығы, бұл бәліштің құрамында бір ғана жұмыртқа болады. Біз бөлек ыдыста жұмыртқамен құмшекерімізді жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз бен құмшекеріміз осындай аппақ массаға енгенше араластырамыз. Келесі кезекте сүтімізді құяп, оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Келесі бізде сұйық май. Қандай көлемде қолдану керектігін видеоның астына жазып кететін боламын. Ұнымызға қопсытқыш салып, оны араластырып аламыз. Ұнды 2-ге немесе 3-ге бөліп қосып отырамыз. Массамыз бір келгі болып шыққанша миксерлейміз, және массада түйіршіктер болмау керек. Дайын болған массаны банандар мен құмшекер тұрған табаға құйып бір келгі етіп жайып шығамыз. Қақпағын жауып, жай отта 20 минут пісіреміз. Бәліштің піскен-піспегенін білу үшін қолымызды тигізіп көреміз, ол қолға жабыспау керек. Арнайы күрекшемен, силиконды күрекшемен жан-жағын осылай видеодағыдай босатып аламыз. Бөлек тарелкенің көмегімен бәлішімізді оң бетіне аударамыз. Енді бәліштің астыңғы бөлігін пісіреміз. Астыңғы бөлігін пісіру көп уақыт алмайды, небәрі 3-4 минут.
Бәліштің піскенін білу үшін ағаш таяқшамен тексеріп көреміз. Ағаш таяқша құрғақ болып шығу керек. Піскен бәлішімізді бөлек тарелкаға саламыз және оның суығанын күтеміз. Дайын болған бәлішті қант ұнтағымен сәндесеңіздер болады. Банан қосылған бәлішіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайлым.